Hi there! Рамазан айы туралы ағылшынша сөйлесейік. Ендеше бүгінгі сабақта қажетті сөздерді бірге үйренейік. Let's get started. Blessed. Берекелі. Have a blessed Ramadan. Рамазан берекелі болсын. Fasting. Ораза. Ал to fast. Ораза ұстау. Fasting is one of the 5 pillars of Islam. Ораза исламның 5 парызының бірі. During Ramadan, Muslims fast, which means they don't eat or drink anything from sunrise to sunset. Рамазан кезінде мұсылмандар таң сәріден күн батқанға дейін ештеңе жемей, ішпей ораза ұстайды. Sunrise немесе dawn таң сәрі. Sunset немесе dusk күннің батуы. Ramadan is a special month when Muslims fast from sunrise to sunset. Рамазан айы мұсылмандардың таң сәріден күн батқанға дейін ораза ұстайтын арнайы айы. Dates. Құрма. Break the fast. Оразаны ашу. Breaking the fast by eating dates in Ramadan is considered sunnah. Оразаны құрма жеу арқылы ашу сүннет болып саналады. Pray, дұға қылу, намаз оқу. Muslims pray 5 times a day. Мұсылмандар күніне 5 рет намаз оқиды. Pre-dawn meal, сәресі. Muslims wake up early for pre-dawn meal to eat before starting their fast. Мұсылмандар ораза ұстау үшін сәресіне ерте тұрады. Iftar, ауыз ашар. Muslims break their fast with a meal called iftar. Мұсылмандар оразаларын ифтар деп аталатын асты ашады. Make ablution, дәрет алу. Muslims make ablution before praying and reading the Quran. Мұсылмандар намаз және Құран оқудан бұрын дәрет алады. Mosque, мешіт. Mosque is a place of worship for Muslims. Мешіт мұсылмандардың құлшылық жасайтын орны. Worship, құлшылық ету. We go to the mosque to pray and worship. Біз мешітке намаз оқып, құлшылық ету үшін барамыз. Prayer rug, жай намаз. Muslims use a prayer rug to set up a clean and special space for prayer. Мұсылмандар жай намазды намаз оқығанда арнайы таза орын болу үшін қолданады. The Quran, Құран. The Quran is a holy book of Islam. Құран исламның қасиетті кітабы. During Ramadan, Muslims read and recite the Quran more often. Рамазан айында мұсылмандар Құранды өте жиі оқиды және дауыстап айтады. Donate, садақа беру. Many Muslims donate money to help people in need. Көптеген мұсылмандар мұқтаж адамдарға ақшалай садақа береді. The night of power, қадір түні. The night of power is the night that the Quran was first revealed to Prophet Muhammad. Қадір түні Мұхаммед пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам Құран түскен түн. Do good deeds, жақсы істер жасау. Helping your neighbor carry groceries is a simple way to do good deeds. Көршіңізге азық-түлік алып жүруге көмектесудің өзі жақсы істер жасаудың қарапайым жолы. Ал енді мына сұраққа жауап беріп көріңіз. What marks the end of Ramadan and is celebrated with prayers and feasts? Рамазан айының аяқталуы дұға оқумен, мереке тойлаумен атап өтіледі. Дұрыс жауапты таңдаңыз. A. Хәджі. B. Лейләтул қадр. C. Eid al-Fitr. D. Eid al-Adha.